Алдар көсе. Бәріміз кішкентай кезімізде қараған мультсериалдардың бірі. Телефон жоқ кезде телевизор қарап отырып осы мультфильмді күтетіндер барша қауым. Осы мультфильмді қарап отырып қызықты да, күлкілі де, қорқынышты сериалдарды көруші едік. Ойбай, болтаң жен, ойбай, бол тез. Мультсериалды Азия Animations деп аталатын студия жасаған болатын. Бүгін біз осы версияны қарастыратын боламыз. Мультсериалды басты кейіпкер Алдар Көсе. Бұл осы арық кейіпкер. Бұл кейіпкердің көбінесе түгі жоқ болады. Жыртық киіммен арасында жылқысымен және де өзінің домбырасымен бәрімізге таныс. Бәріміздің есімізден кетпейтін әуенін шырқап жүреді. Алдар боламын. Мен алдармын, сақалымда талдармын, сақал түгіл мұртта жоқ, сайтанды да алдадым. Ай, ей, ахай, 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 ахай. Керемет. Ол осы әуені шырқап жүріп жол-жөнекей әртүрлі кейіпкерлерді кездестіреді. Көмекке мұқтаждарға барынша көмектесіп, өзі түк алмаса, қомаға өзіншіл сыйсыз адамдарды алдап, заттарды алып кетеді. Әйтеуір біздің бала кезіміздің басына өпшегі ғой бұл. Мультсериалда көбінесе Алдар мына бай мен оның кемпірін алдап соғады. Таңғалатын түк жоқ, сорлы адамдар еді өздері. Тек байды ғана емес, біздің алдақшы ханды да, шайтанды да, жынды да алдап үлгерген. Алдар Көсенің өзін алдайым дегендер өздері алданып қалады. Көрші көтті қысу керек қой бұнда адам жанында. Алдаса да Алдар Көсе өз ойласын жоспарлап, дұрыстап қарастырып жасайды. Шынымен де жоспар іске асып жатады. Мысалға ақылды қоян деп аталатын серияны келтіруге болады. Бұл серияда Алдар Көсе екі қоянды ұстап алып, байды алдап, қоян қайтсаң үйге барады да келіншегіне тамақ дайындап қой деп айтады деп құлағына лап шаледі да 10 000 теңгесін қағып алады. YouTube'да бар есепші, көріп кетіңдер өздерің. Бірақ осының бәріміз кішкентай кезімізде байқаған жоқпыз, себебі бізге бәрі ретін көрсек болды әйтеуір. Қызықты серияларынан басқа осы мультфильмде де қорқынышты сериялар бар еді. Мысалға күтпеген қонақ деп аталатын серияны келтірсек. Әрине Алдар, әрине бай шаршап жолдан келе жатқан Алдар Көсені бай үйіне кіргізбей қояды да қораға жат дейді. Ал Алдар болса бұндай бассыздыққа шыдамай өзінің айласын іске асыра бастайды. Бәрі оңай. Су арқылы көрпені алып алады да үстіне орап алып, құбыжыққа айналады да, өздерің көріңдерші, короче. Ойбай, ой құдай-ай, қорқып тұрмын. Қарап келші. Несің дұрыс па? Мен де қорқам. Жүр, тағылықпадайық, жүр. Ойбай, болтаң жен, ойбай, бол тез. Ай, шығыңдар қане, бәрібір құтылмайсыңдар. Ай, кімсің өзің? Бізден не керек саған? Біз саған не жазып едік, ойбай. Албастымын, біреуіңді ұстап алып денең егірем. Маған дене керек. Ойбай. Ей, кемпір, сен бар, кәрісің ғой. Әй, кәргақпа, сен жындысың ба? Ес абысқан нем ай? Әй, сен мынаған мал қорамызда ұйықтап жатқан қайыршының денесін ал десеңші. Ей, албасты, мені тыңдашы. Біздің анау мал қорада бір кедей түнеп жатыр. Соның денесін жайлап алсаң қайтеді, Мен қайдағы бір мүсәпірдің бе? Жоқ. Менің де бай болғым келеді. Кәне, шығыңдар тез. Ей, албас, тыңда. Сен кедейдің денесіне жайғасып алсаңшы. Ал біз үйіміз бен дүниеміздің бәрін саған береміз. Өзіміз лездеп бұл жерден аулаққа кетеміз. Ал жарайды, дегенің болсын. Ана сорлыға кетем.
Ойбай. Alamın dedim. Alamın dedim. Dağına. Ey Allah. Ey bitti. Mağan arık kum suyekti beri salganın ne? Özüңді қара, денең жардай сеп-семіз, алдап соқтың ғой мені, а? Бай мен кемпір осыдан әрине қатты қорқады да қашып кетеді. Тағынан келсе алда жылы төсекке жатып тамағын ішіп жол жүріп кетіпті. Еще хат қалдырып кетіпті. Солай бай өзінің алданып қалғанын біледі. Онша қатты қорқынышты емес, бірақ сол кезде өте қорқынышты еді. Тағы да сондай құбыжық ғажап тұлпар деп аталатын серияда кездеседі. Тағы да айтуға болатын сериялардың бірі әне-міне дегенше дайын болады. Бір ваза жасайтын адам өмір сүріпті. Ол базарда өз вазаларын сатып жүріпті. Тағы да айтатын нәрсе, осы серияда біз алдар көсені көрмейміз. Тек алдар көсенің киімін киіп алған және басына коробка киіп алған кейіпкер. Дауысы біраз алдардікіне ұқсайды, бірақ бұл алдар емес. Бұл кейіпкердің атын біз серияның соңында біле аламыз. Оның аты әне-міне. Осы біртүрлі кейіпкер әне-міне вазашыға көмектесем дейді де көп мөлшерде ваза жасайтын киіз үй жасайды. Ал осы киіз үй жұмыс жасау үшін отын керек болады. Көп мөлшерде ваза керек болғандықтан вазашы барлығын өртеп тастайды. Үйін, қорасын бәрін, бірақ вазалар жаман сапада болады. Соңында түгі қалмай аты өшкен кезде әлгі өтірік алдар өзінің шын атын айтады да шын бейнесін көрсетеді. Бірақ шын бейнесі бар сәті ютубта жоқ. Мен сендер үшін соны тауып көруге тырысатын боламын. Осындай бір түрлі және қорқынышты серия. Барлығына көмек беріп жамандарды алдайтын алдар көсе жоқ. Тек шайтанға ұқсас кейіпкер. Және осыған сеніп қалған чмо. Осы серияны кішкентай кезімде шынымен де түсінбейтінмін. Барлығында мағына түйін болса, бұнда түк жоқ. Қалған серияда ондайды байқамаппын. Бірде бәрі кәдімгідей, алдар көсе бәрін алдайды. Айтпақшы, сендер алдар көсе бірінші сериясын көріп педіңдер? Бір түрлі дизайнмен және бір түрлі анимациямен. Ё-майо. Бірақ сосын дизайнды жөндеді. Сосын қайтып құртып алды. Данный момент алдар көсе сықси. Анимациясында біраз сапасы жасаған. Бірақ бәрібірде алдар көсе кішкентай кезінің ең қызықты мультсериялардың бірі етін. Біз үшін мәңгі солай болады деп ойлаймын. Ал сендермен болған мен Олжас. Тоқалы достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Бүгін осындай ностальгический видео болды. Алдар көсенің біраз сериясын айтып берген болатынмын. Ал енді келесі видеода қандай мультфильмді айтайық, қандай мультфильмді талқылайық, комментарияға жазып кетіңдер. Ал сау болыңдар. Байт нахуй, ақша түсті ғой мана, кім бар, ана арақ ішіп пиіп жетін бір ма ана сізге? Кім бар, кім, Димас Отқан кім бар, анасы келді ше арақ ішегіңіз, кім бар, ақша түсті, нормально, ебать нахуй.